сұраққа бірінші есеп бізге мындай көрсеткіштік теңдеу берілген. Осы көрсеткіштік теңдеуді шешіп, x-тің мәнін тап деді. Яғни x-ті оны қандай сан қойған кезде, сосын екеуін қосқан кезде 4 шығады. Енді бұндай есептерді шығару үшін ең әуелі бізге мынау e-нің минус x дәрежесі деген нәрсені ыңғайлап жазуымыз керек. Біз енді басқаша түрлендіріп жазайық. e-нің x дәрежесі плюс, енді e-нің минус x дәрежесін біз есептей алмаймыз, сондықтан оны бөлшектің бөліміне жіберіп e-нің плюс x дәрежесі деп жазуға болатынын білеміз. Сөйтеміз да тең 4 деп жазамыз. Енді мына есепті шығару үшін біз енді өзімізге ыңғайлы етіп жасауға болады. e-нің x дәрежесін біз қандай да бір айнымалы деп алайық, t деп. Сонда мына орнына апарып қойсақ, t плюс 3 бөлінген t тең болады 4 деген теңдеу шығады бізде. Енді бұлтай теңдеулерді шығару үшін ең оңтайлы амалы t-ға көбейтіп жіберу барлығын. t-ға көбейтсек, сонда бізде t квадрат плюс 3 тең болады 4t деген теңдеу пайда болады. Енді t-ға көбейтіп отқан кезде біз шарт қоюымыз керек, что t тең болмау керек 0-ге. Ыңғайлап барлығын бір жағына шығарайық. t квадрат минус 4t плюс 3 тең 0 деген теңдеу пайда болады. Осы жерден енді t-ның мәнін тауып кетейік. Енді дискриминантты немесе кез келген бет формуласын қолдана отырып, t1-дің біз енді 1-ге тең екендігін, ал t2-ның нешеге тең екендігін, 3-ге тең екендігін байқауға болады. Енді біз t-ның 2 мәнін таптық, ал бізге негізі t-ның мәні керек емес, бізге не керек болып тұр? Бізде жалпы x керек болып тұр. Бағана біз e-нің x дәрежесін t деп алдық қой. Енді осы e-нің x дәрежесін бірінші t1-ге теңестірейік, яғни 1-ге теңестірейік. Енді сұрақ болып тұр, e-нің қандай дәрежесі 1-ге тең? Енді бүйтіп жазуға болады, e-нің x дәрежесі тең болады мынаны e-нің 0 дәрежесі болады. Сонда қорытынды жасап кетуге болады, x1 тең 0 деген теңдеудің бір түбірін таптық. Енді дәл осылай екінші түбірін табайық. Енді e-нің x дәрежесін біз неге теңестіреміз? 3-ге теңестіреміз. Енді e-нің x дәрежесі тең 3 дегенді есептеу қиынырақ. Сондықтан мен енді x-ті табу үшін екі жағында, мынау x дәрежеде тұр ғой, екі жағын ln деп жүрейін. ln e-нің x дәрежесі тең болады ln 3 деп жазуға болады. Енді x логарифмның қасиеті бойынша логарифмның алдына түседі да, ln e тең болады ln 3 деген теңдеу пайда болады. Осы жерден ln e-нің нешеге тең екенін білеміз. 1-ге тең екенін пайдаланып, яғни x тең не болады екен? ln 3 болады екен. Сонда біз мына теңдеудің екінші түбірін таптық. Сонда бұл теңдеудің екі шешімі бар екен. Бұл x1 тең болады 0 және x2 тең болады ln 3 деп жазуға болады екен.